Бүгін мен сілерге нанды қайтып жауғанымды көрсетіп беремін. Алпамыс һәм дастархан муканларынан қосып, жақсылап елеп алдым. Һәм дрожь, доз, май, сүт, суды қосып жақсылап иледім. Мазалы болсын деп майды көбірек құйдым. Қамыр машығаннан кейін суала қылып һәм жайып, тандыр бетке бара бердім. Тандыр жағу үшін пақалды көп-көптен әкеп алдым һәм жағуға кірісіп кеттім. Тандырды жақып болғаннан кейін аяғыма бір зат іліп қалмасын деп һәмме жерді тазалап сыпырып шықтым. Тандырдың хәуірі шығып кетпеу үшін жайып қойған қамырларды тандырға тез-тез ұрып шықтым. Нанларды ұрып болғаннан кейін тандырдың аузын жауғанымды білемен, одан кейін бір наным пісіп кетіпті. Наным пісіп кеткен аздай қолғапты зорға таудым ал. Піскен бір нанымды алып, қалған пісейін деп тұрған нанлардың бетіне жылтырасын деп суды сөөп шықтым. Нанларға су сеуіп болғаннан кейін қарасам, екінші, үшінші, төртінші нанларым пісіп кетіпті һәм оларды алдым. Отырып мен сілерге көрсетейін деп нанларды видеоға алдым. Видео алып болғаннан кейін қарасам, қалған нанларым пісті. Олардың бетіне қайтадан су сеуіп, бәрін алып шықтым. Менің бойым кішкентай ма, тандырым іспейік па, білмедім, нанларды зорға алдым. Қолғап сәл жұқалау екен, қолымның бәрі күйіп болды. Жауған наным сілерге жақты ма, жақпады ма, комментарияға жазып кетеміз.